Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта біз алдыңғы тақырып бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Алдыңғы тақырып естеріңізде бар болатын болса, ол бізде арифметикалық орта, сандар қатарының модасы, медианасы және өзгеріс ауқымы туралы болатын. Енді бүгін біз мынадай тапсырмалар қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. 15 қосу 21 қосу 18 қосу 19 дейді. Яғни бұл жерде 5 сан берілген екен, 5 санды қосу отыр. 5 санның қосындысы ол бізде 90-ды білдіреді екен. Ал 90 бөлінген 5 ол бізде 18-ді білдіріп тұр екен. Енді біз мына жерде бос орынның орнына 18 деген сан нені білдіретінін жазуымыз керек екен. Яғни байқағандарыңыздай бұл арифметикалық ортаны білдіріп тұр. Сондықтан мұнда арифметикалық орта деп жауап береді екенбіз. 18 деген сан арифметикалық ортаны білдіреді екен. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Басына, яғни 3,5, 4,8, 4,7 және 4,8 деген сандар берілген екен. Енді бұл жерде сандар қатарының 4,8 деген саны нені білдіреді дейді. Байқасаңыздар, бұл жерде 4,8 деген 2 рет кездесіп тұр. Сондықтан бұл сандар қатарының модасы деп жауап береді екенбіз. Келесі тапсырмаға қараймыз. Мұнда 41, 43, 40, 39 деген сандар берілген екен. Енді бұл жерде 4 деген сан нені білдіреді дейді. Яғни бұл жерде ең үлкен сан мен ең кіші санның айырмасын алып отыр бұл жерде. Яғни 43-тен азайтамыз 39, сонда 4 деген сан шығады екен. Яғни сіздер бұл сұраққа былай деп жауап бересіздер. Яғни бұл сандар қатарының өзгеріс ауқымын білдіреді деп жауап бересіздер. Төрттен қойық. Яғни 4 деген өзгеріс ауқымын білдіреді екен бұл қатардың. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. 4,5, 4,7, 4,9, 5, 5,12 деген сандар берілген екен. Енді бұл жерде 4,9 деген сан бұл қатардың несін білдіреді дейді. Енді балалар байқасаңыздар, мынау сандар бізде өсу ретімен жазылған. Яғни 4,5, 4,7, 4,9, 5 және 5,12 деген сандар. Енді бұл жерде 5 сан, ал 4,9 деген дәл ортасында тұрған санды білдіріп тұр екен. Ал егер де сандарды қатарын өсу ретімен жазып, дәл ортасындағы санды анықтайтын болсақ, бұл сандар қатарының медианасы деп жауап береді екенбіз. 4,9 деген сан бұл сандар қатарының медианасы болып табылып тұр екен. Яғни бұл сөздер былай қарынмен кішкене қалыңдатып қойын. Сөздер қайталап шығайық тағы да. Бірінші тапсырма ол бізде арифметикалық орта деп жауап бердік. Келесі екінші тапсырмада ол сандар қатарының модасы. Келесі үшінші тапсырмада біз өзгеріс ауқымы деп жауап бердік. Келесі тапсырмада біз төртінші тапсырмада сандар қатарының медианасы деп жауап берген болатынбыз. Енді дәл осыған ұқсас мынадай тапсырма бергім келіп отыр сіздерге. Осыны жазып алыңыздар. Бұл жерде байқаңыздар, орындар ауысқан бұл тапсырмалардың. Сондықтан да кішкене байқаңыздар. Мынадай тапсырмалар. Бірінші тапсырмада 7,16, 8,17, 6,17, 8,17 деген сандар берілген. Бұл жерде 8,17 нені білдіреді дейді, соған жауап бересіздер. Келесі, үш санды қосқан 56, 16, 28 деген сандар. Яғни 99 шыққан, ал 99 3-ке бөлген 33. Бұл жерде 33 нені білдіріп тұр дейді жалпы. Бұл сандар қатарының
несі болып табылады 33? Соған жауап бересіздер. Келесі төртінші тапсырма ол бізде мынадай екен. Төртінші тапсырмамыз, үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма бізде 7, 15, 26 деген сандар берілген екен. Ал 15 деген сан бұл сандар қатарының несі болып табылады дейді. Сол сұраққа жауап бересіздер. Келесі тапсырма ол бізде 55, 57, 63, 50 сандары дейді. Яғни 13 деген сан. 13 деген сан бұл жерде нені білдіреді дейді. Сол алдындағы түсіндірген бойынша соған қарап осы тапсырманы орындайтын боласыңдар. Келесі мынадай тапсырма бізде. Базарда 7 сатушы қызанақтар сатады дейді. Және 1 килограмм үшін бағалары сәйкесінше 63, 60, 59, 64, 65, 64, 63 теңгелермен сатады екен. Яғни әр сатушыда 1 килограмм қызанақ әртүрлі бағамен сатылады екен. Келесі бірінші тапсырмада бізде былай сұраған екен. Базарда қызанақтардың 1 килограммының орташа бағасы қандай дейді. Енді бұл жерде сіздерден сұраған арифметикалық ортаны. Келесі екінші тапсырма. Қызанақтардың кеңінен тараған бағасы дейді. Яғни бұл өзі аты айтып тұр, кеңінен тараған баға, яғни бұл қатардың, мына қатардың модасын тапты. Мода дегеніміз ол ең жиі кездесетін сан. Келесі үшінші, қызанақтардың ең қымбат және ең арзан бағаларының арасындағы айырмашылығы неге тең дейді. Яғни бұл бізде бағалар бұл қатардың өзгеріс ауқымын тапты дейді. Яғни өзгеріс ауқымын қалай табатын ек? Бұл қатардың ішіндегі ең үлкен және ең кіші бағаларды аламыз, одан кейін бір-бірінен азайтамыз, сөйтіп өзгеріс ауқымы шығады екен. Келесі тапсырма. Кестеде метеостанцияда ауа температурасының наурыз айының бірінші 10 күндігі барысында күнделікті өлшеулері жазылған дейді. Яғни бірінші күн -2, екінші күн -1 деген сияқты. Яғни үстінде бізде күндерді білдіреді екен, ал астында бізде температураны білдіреді екен. Бұл жерде енді осы 10 күндіктегі түскі орташа ауа температураны табыңыздар дейді. Яғни орташа температураны табу үшін мына температуралардың барлығын бір-біріне қосасыздар және де жалпы күндердің санына бөлесіздер. Бұл жерде 10 күн болғандықтан 10-ға бөлесіздер. Шатастырып алмауларыңыз керек. Бұл жерде теріс сан мен оң санды біріктірсеңіздер, міндетті түрде үлкеннен кішісін азайтып отырып, үлкеннің таңбасын қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Тапсырманы орындауға тырысыңыздар.